Ассалаумағалейкум, құрметті Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков мырза. Сіздің назарыңызға болады, жайдыш. Сіздің назарыңызға болады, мына Арон Ойл жанармай бекеті. Бұның ішінде бір емес бірнеше құқық бұзушылықтар анықталды. Қазір менің өзім қарауым бойынша. Мына жерде сроктары өтіп кеткен. Газ огнетушительдің. Мына газ бен мынаның арасы қаншалықты жақын, ұзақ білмейміз. Оны тиісті департамент, тиісті органдарға тапсырма беруіңізді сұранам. Сіздің өзіңіздің управление басқарма басшыларыңыз бар, соларға мына жолдан мынаған дейін қанша метр шығу керек, оған тапсырма берулеріңізді сұранам. Қаланың сәулеті ма білмеймін ғой, қайсы жауап беретін. Одан кейін жанармай бекеті ар жағында жүріңіз. Ішінде чектер берілмейді. Мына газ заправкамен мына екінші Гелюс газ заправканың ара қашықтығы қанша метр болу керек? Мына сұмдық қой, мына екеуі. Қазір біреу Алла сақтасын өрт алатын болса, мына екі жанармай бекетінің арасы қаншалықты жақын болу керек, мен білмеймін. Біреу от алатын болса, не болады мына жерде? Соны тиісті органдарға тексеріс жүргізуіңізді сұранам. Және ішіне кіретін болсақ, магазинде ешқандай ценник жоқ. Налогтан жалтарылып жатыр. Ана машинаның артына қоясың ба? Налогтан, салықтан жалтарылып жатқан сияқты чек бермейді. Ішінде ешқандай пожарный қауіпсіздік шаралар сақталмаған. Мынандай нелердің сроктары өтіп кеткен, мерзімдері. Өрт сөндіріш құралдарының және әр колонканың қасында кемінде 50 килограммдық осындай дәу тұру керек. Бұған біреу ғана берілген. Мына жерде 3 колонка бар. Ана газ заправканыкі сроғы өтіп кеткен, мерзімі өтіп кеткен. Бұл қаншалықты заңды? Енді мынаның қасында өзіне қызмет көрсету мойка бар, көлік құралын жуу. Ол қаншалықты заңды, бұның қасына жабыстырып салуға болады. Ана үйге арасында пожарный ход қалмаған, ызғарының, суының барлығы ана үйді құлатып жатыр. Ар жағын мына жерде баллон жамау, желімдеу бөлімшесі бар, яғни вулканизация. Ол қаншалықты заңды, бұған кім қандай рұқсат берген? Әлде бұл кәсіпкердің қол ұзын, бағана танысы бардың, шансы бар демекші, мүмкін бір жүйе қалыптастырып алған шығар, ешқандай бір біздің Қазақстанның заңына бағынбайтындай. Соны бір тексеруіңізді сұранам, құрметті әкім мырза. Сіздің назарыңызға болады осы видео. Өтініш, ішінде қанша нәрселер қамтылып айтылды, соны тиісті органдарға, тиісті нелерге жіберуіңізді сұранам. Мынау наличный ақша қабылдаймыз дейді, карточка қабылдамайды, QR код қабылдамайды, тек перевод дейді, наличный қабылдамайды. Оның өзінде бір жауапкершілік қарастырылған. Салық комитетіне жіберулеріңізді сұранам. Қараңызшы, құрметті әкім мырза, мынау біздер кеше бір видео шығарғалы бері мынау тартқыза бастады. Су қалдықтарын, анау көбік қалдықтарын, генерация дейді ғой. Ассенизатор. Мына генерация бағанағы химикаттарды қабылдай бастады, мынандайға тартып. Енді мен қазір келгелі бер, мына жерде жүрген мынау үшінші көлік құралы тартып жатыр. 8.000 теңгеден күніне 2-3 көлік құралы тартып кетеді екен. Енді осыдан алдын біз видео шығармай тұрып, мынаның артында орман алқабы бар. Міне, орман жайласқан. Ойлаңыздар, жылдар бойы осыған моторщик қойып, шлангімен далаға қарай ағызып отырған мынаның артына. Мына кафеге зиян келген. Мына самообслужка мойка. Мынадан шлангға тартып, менің территориямға септикті суыны мынадан ағызып жатыр. Полностью мына жерге су ағызып, нагло, төгіп жатыр мыняға. Бұл менің территориямға ағып, аняға кетіп жатыр. За счет осы ағып жатқан үшін, мыняқта маған уже бетондар мына су ағып келіп жатыр. Ағып су. Полностью ағып түсіп, мына бетондар уже аралары ашылып жатыр. Полностью су сыртқа ағызып жатыр. Ана су жестко кіреді, де? Ол самомойка мынау. Қанша рет айтсақ түсінбей жатыр сөзге.
мына кафе шағымданғаннан кейін барып мына кәсіпкер үйім құлап жатыр, дуалдарым жарылып жатыр дегеннен кейін мынау заңдастырып тартып жатыр. Үйто мынандай жерде, мынандай заправканың ішінде осылай от алып тартып тұру қаншалықты заңды. Осылардың барлығын назарыңызға алуыңызды сұранам, құрметті әкім мырза. Біз кезекті рейдтік іс-шараларымызды бастап жібердік. Қоғамдық белсенді ретінде бағанағы азаматтық бақылау дейміз ғой. Мұны Арон Ойл жанармай бекеті. Жанармай бекетінің көлік өшіп тұр ма аға? Өшіп тұр. Өшіріп қойыңыз. Мынау АГЗС, яғни газ құятын орталық. Бұл орталықпен менің білуімше, стандарттарды білуімше, мына колонкалармен арасы азы кемінде 50-60 метр шығу керек. Ито бұның тоннасына байланысты. Мынау неше тонна аға? 9 тонна. 9 тонналық мынау цистерна. Ол 9 тоннамен мүмкін арақашықтығы тағы да ұзаюы мүмкін. Білмейміз, бірақ өте арасы жақын деп түсінем. Осыны тексеруіңізді сұранам. Кейіннен мынандай огнетушителдер тұр. Кемінде 50 килограмм болу керек, және дөңғалағы болу керек. 50 килограммды адам баласы көтеру қиын ғой. Алла сақтасын, өрт орын алып қалса. Мынау істен шыққан, міне, жыртық мынаның бәріне, саусағын көріп тұрсыз. Мынанікі нормальный, бірақ срок жоқ, срок годности өтіп кеткен. Сыртында жоқ, алып тастаған ба дейін деп білмеймін. Енді менің ойымша екеуі де жарамсыз деп танылады. Мына жерде ешқандай өрт қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Енді мына жерде көлік құралы өшіп тұру керек, заправить етіп отырған кезде. Өшірмесе водительдер, мыналар қызмет көрсетпеу керек, яғни құймау керек. Мына жерде қараңыздар, төгілген ба, не мынау? Құм шашқан екен. Құмды көрейік барып. Осындай сәтте құмы бар, жоқ. Қарайық, бұл доступны ашық тұру керек бәріне. Құм қамапты, жоқ ішінде. Мынаның срогі 2024-те зарядтеленген. Міне 2026 апрельде бітеді екен. Бұл ито жарамсыз, қол жетімсіз ілік тұр. Бірдеңе орын алсам, мынаның кілтін қайдан табам мен келіп? Мен машинама бірдеңе болып жатса. Мыналардың бәрінде бірдеңе тұру керек. Ештеңе жалпы орны толықтырылмаған сияқты, балта болу керек деген сияқты да. Енді қараңыздар. Әр колонкаға, міне мынаған бір газ огнетушитель, кемінде 50 килограмм. Мынаған бір огнетушитель, мынаған бір газ өшіргіш құрылғысы болу керек. Мынау көрейік. Келесі апрель екен. Нарушение деп түсінеміз, себебі бір уақыттар үшеуіне бір уақыттар, міне қарайын, қарап шығайын. Жоқ, қарап шығайын. Жоқ, ішінде кішкентай бір өтір, ол ішіне қатысты. Жалпы әр колонканың. Екінші нарушение осы, ешқандай су құятын құрылғылар жоқ. Бір өрт орын алса, енді мынаның мерзімдері болады. Міне мынау сынған сырты, айырылып жатыр сырты. Бұны бір водитель алып құйып атса, сол сындырбаса, соның мойнына түсе ма? Қалай ол? Қайда мынаның мерзімі? Мерзімі қайда? Сертификаты қайда? Қай жерде жазылады бұның мерзімі? 2004-те қойылған, 2008 жыл дейді. Мен шілей білімім жоқ, бірақ мерзімі болу керек. Бұның арнайы мерзімі болу керек. Сертифицированный кәдімгідей. Мынау да сол колонка ескірген. Енді ішіне кірейік. Ішінде өрт қауіпсіздік шаралары сақталған, сақталмаған. Саламатсыз. Жақсы, сізді түсірмеймін қарындас. Мынау істемей тұр. Вообще жанбайды. Қазір 5-10 секунд болды. Жанып тұрған жоқ. Көріп тұрсыздар. Ол секундына 3 секундта ма, 2 секундта ма бір моргать етіп тұру керек. Жанбайды. Өрт қауіпсіздік шаралары мүлдем сақталмаған. Мынау жерде тұруға тыйым салынады. 2022 жыл июнда өткен, июн айында. Қазір 2025-тің наурыз айы өмір сүріп жатырмыз. 3 жыл өтіп кеткен срогы. 2 айдан кейін 3 жыл болады.
1 жыл 10 ай өтіп кеткен. Міне, пожалуйста, жерде тұр, жарамсыз. Алла сақтасын, мына жерде отал бір өрт орын алатын болса, мынау білмеймін. Істейді, істемейді. Қарындасымызға не болады мына ішінде отырған қарындасым? Оның құқығы сақталмаған ба сонда? Тек мынандай камераларды күшейте берген, өздерінің жаңа қалталарын ойлаған ба білмеймін. Енді мына жерде керек план эвакуация. Мынау дұрыс па мынау? Мынаны да тексерулерін сұрағаннан қашан берілген, кім қол қойған, кәне мынау қайне бастық қойған ба, мынау не мынау? Число қайда? Ешқандай не жоқ. Мен түк түсініп тұрған жоқ мұнан. Түсінетін адамдар өздерін түсіндіріп алыңыздаршы. План эвакуациясының өзі дұрыс емес. Бәрін қарап шықтым, бірде-бір огнетушитель жоқ іштерінде. Міндетті түрде огнетушитель болу керек. Қоғам шоғырланған жер, халық шоғырланған жерде огнетушитель болу керек. Бұғанда бағанағы МЧС дейміз ғой, МЧСке құлақтарына алтын сырға сынымыз бар. Ешқандай огнетушитель қарастырылмаған мына мойкада. Міне Алла сақтасын, қазір өрт шығатын болса, өрт сөндіруші құрылғысы жоқ. Мүмкін көрінбейтін бірдеңе ойлап тапқан шығар, көрінбейтін тұрған шығар. Құрметті Ниязбек Серік, бастық екен. Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігі және оның ішіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Қазақбаев Самат мырза. Сізге үндеуіміз бар. Мына екі жанармай бекетінің арақашықтығы заңды ма, заңсыз ба? Қауіпсіздік шаралары мүлде сақталмаған. Мына Аронойылдікі мүлде сақталмаған. Мынау автомобильдер жолдарына жақын жайласқандығында өз назарларыңызға алуыңызды сұранам. Қанша метр болу керек? Қауіпсіздік шаралар сақталу үшін сонда сіздің назарыңызға ұсынамыз.